Қазақтың еркек қызы 3-ші рет ана атанды. Өмірге ұл келді. 2 жігітті үйде қалдырып, 3-ші жігітті алып келуге шықтық деп өзінің Instagram парақшасында жазды. Райымның концертінде Ерке өзінің дәл осылай айтқан болатын. Сен маған гүл сыйласаң, мен саған ұл сыйлаймын деп. Осы сөзді періштелер әумин деген болуы керек. Өмір жасы ұзақ болсын. Тағы да қазақ еліне сүйіншілетіп жаңалықтарымен бөлісе берсін. Ерке Есмахан көп құрсақты ана атансын. Сен маған ұл сыйласаң, Қазақтың еркесі еркеге барлығы жарасады. Өте қылықты, әдемі, тартымды, ибалы, инабатты келін. Бұл тойды біздің Қазақстанның өте керемет эстрада жұлдызы Сәкен Майғазиевтің ұлы үйленген кезде роддомда Сәкен Майғазиевтің ұлының тойын роддомда өзі көріп жатып босанған туралы баяндады. Той өте керемет әрі әсерлі болды деді Ерке Есмахан. Өте керемет әрі әсерлі кештің қадірлі қонағы болғандар да өте керемет деп жазып жатты Сәкен Майғазиевтің тойын. Мінекей, біздің Ерке Есмахан жүктіліктеріндегі барлық суреттермен бөлісіп отырды. Ол жүктіліктерінің кезеңдерінде өте әдемі әрі тартымды, дәл өзінің қалпын сақтап жүктілік болды. Ендігі жерде анасына да баласына да денсаулығына саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Тек қана қуаныш болсын. Қазақстанда дүркіретер жаңалықтары көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы канал ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып және комментарий қалдыра отырайық. Көптеген достарыңызбен қызықты болса, бөлісе өтіңіздер.